Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздермен заттың сынын білдіретін сөздермен танысатын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты заттың сынын білдіретін сөздермен танысу және оның не екенін анықтайтын боламыз. Заттың сынын білдіретін сөздерді табу үшін біз түсін анықтауымыз керек және қандай түрі екен түрін анықтауымыз керек және көлемі қандай, домалақ па, сопақша ма, соны анықтаймыз. Дәмі қандай, тәтті ме, ащы ме, оны анықтаймыз және жұмсақ па, қатты ма, оны анықтайтын боламыз. Сонда балалар, заттың сынын білдіретін сөздер алманы алатын болсақ, алма сопақ тәрізді, дәмі тәтті, ал өзі қатты және шырынды жемістің бірі болып саналады. Сонда балалар, заттың сынын білдіретін сөздер қандай сұраққа жауап береді екен? Дұрыс айтасыңдар. Заттың сынын білдіретін сөздер қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді екен. Мысалы, алмұртты алайық. Алмұрт сопақша тәрізді. Қандай болады? Кейде жасыл, кейде сарғыт болады, өзі қатты, бірақ дәмі тәтті, шырынды жемістің бірі. Осылай анықтайтын боламыз. Ендеше, олай болса, жаттығуға назар аударайық. Тақырыбы бойынша өлеңнің мазмұнын болжа. Өлеңді тыңда. Мұғалім: мейірмен бізге қараған бір ағай келді қаладан. Сыйлайды оны бар бала, сыйлайды оны әр адам. Әр сөзі қандай жылы еді, шуақты ыстық жүрегі. Қашан ол жаттап үлгерген, кітапты жатқа біледі. Ал балалар, Рахымжан Өтегенов атамыз мұғалімді ақын қалай сипаттаған екен? Ағай, қаладан келген ағай өте мейірімді, оны балалар сыйлайды екен. Әр сөзі жылы екен, жүрегі шуақты ыстық екен. Ол барлық білімді бойына сіңірген білімді ұстаз екен. Ал балалар, қарамен жазылып тұрған шуақты, ыстық сөздеріне сұрақ қояйықшы. Шуақты қандай? Шуақты ыстық қандай? Ыстық. Сонда балалар, заттың сынын білдіретін сөздер, яғни бұл жерде шуақты ыстық сөзі заттың сынын білдіріп қандай, қай деген сұраққа жауап беріп тұр екен. Жарайсыңдар. Олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Балалар, мына ерекшеленіп тұрған ережені жаттап алатын боламыз. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Үлкен, қандай? Үлкен. Таза. Үйдің іші тап-таза. Қандай? Таза. Ағаштың, ағаш биік, немесе тал биік десек, қандай деген сұраққа биік сөзі жауап беріп тұр екен. Жақсы, олай болса, екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Мұғалім мейірімді адам. Мұғалім қандай адам? Мейірімді. Балалар, осы жерде мейірімді сөзі қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Ол барлық баланы жақсы көреді. Бізге сапалы білім береді. Бізге қандай білім береді? Сапалы, яғни сапалы сөзі заттың сынын білдіріп тұр. Мұғалімді сыйлаймыз. Жарайсыңдар балалар. Сонда бұл жерде мәтіндегі мейірімді және сапалы сөздері заттың сынын білдіретін сөздер екен. Осы сөздердің астын сызып қоямыз. Жаңылтпашты тыңдап, жатқа жаз. Қол ұстаз, бұл ұстаз, жас ұстаз. Балалар, осы жаңылтпашты 3 рет қайталап, жатта баламыз. Бұл жаңылтпаштың авторы Ескен Елубай. Жарайсыңдар балалар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Менің каналым ұнап жатса, подписка жасап, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз.